Халықты алдап ақша жинаған Серікжан Бияш, Бекзат Мақсұтхан және Тілек Ниязбектер мына сұрақтар туралы халыққа жауап беруін қатаң түрде талап етеміз. Бірінші, Серікжан Бияш, партия құрамыз деп қара халықты алдап ақша жинады. Міне 4 жыл болды құрған партия қайда? Ақшалардың есебі қайда? Қайда жұмсалды? Екінші, еш жерде жұмыс істемейтін Тілек Ниязбек, ақш-қа $56,000 ақшамен кетіпті. Бұл қайдан келген ақша? Халықтың атажұртқа деп берген ақшасын Тілек пен Серікжан өз жеке мүдделеріне неге жұмсайды? Үшінші, Серікжан Бияш өзі айтып жүрген Қытай қазақтары жазған 10,000 арызды неге ақш үкіметіне тапсырмаған? Ол арыздар қайда? Серікжан Америкада Гүлзира Әуелханға арыздардың бәрі суға кетті деген, сонда арыздар жоқ болды ма? Төртінші, Серікжан Бияш ақш-қа 50 Қытай концлагер куәгерлерін алып барып, сот ашамын деп халықтан және бизнесмендерден ақша жиған. Мысалы, Ерлан Бекмырзадан $10,000 алған. Содан бері міне 3 жыл болды. ақш-қа апарған бір концлагер куәгері жоқ. Не ашқан қазақ соты жоқ. Халықтан жинаған ақшаның есебі де жоқ. Серікжан неге осыған есеп бермейді? Бесінші, Серікжан Бияш ютубта мен ақш конгрессмендерімен кездестім, депутаттармен кездестім деп өтірік айтады. Шын болса соның дәлелі ретінде фото-видеолар неге шығармайды? Алтыншы, Серікжан Бияш ақшта бір әйелдің үйіне кіріп алып, бар күшін салып ол әйелдің Қазақстанда қалған қызын әкеліп беріпті. Ал неге Голландияда қаңғып жүрген өзінің 3 баласы мен әйелін ақш-қа әкелуге күш салмайды? Жетінші, неге Серікжан Бияш сауатты, білімді кісілермен ашық дебатқа шығудан, шындыққа бетпе-бет келуден неге қорқады? Өзін 7 жыл қаржыландырған Ерлан Бекмырзамен неге тікелей дебатқа шығып, жауап беруден қашады? Сегізінші, Серікжан Бияш Қытайдағы қандастарға хабарласудың қауіпті екенін біле тұра, Қытайда тұрған Жанаргүл Жұматайға ақштан уичатпен звондап, оны арандатып, оның түрмеге қамалуына себеп болды. Енді шын жанашыр болса, Жанаргүл Жұматайдың фотосын көтеріп, Америкадағы Қытай елшілігінің алдында барып неге оның босатылуын талап етпейді? Тоғызыншы, Серікжан Бияшқа Американың көші-қон комитеті не үшін 3 мәрте босқын мәртебесін беруден бас тартқан? Не үшін Серікжанды сенімсіз адамдар қатарына кіргізген? 10-шы, Серікжан Бияш Ерлан Бекмырзаға $30,000 алды деп жала жапты. Енді сол ақшаның чегі және жалған ұшақ билеттерін жасады деген дәлелі қайда? Осы сұрақтардан неге қашып жүр? 11-ші, айтылмыш нағыз атажұрт партиясының қазіргі таңдағы мүшелері, сендер судан ақ, сүттен таза болсаңдар неге халықтан жиған ақшаларыңа есеп бермейсіңдер? Неге халық алдында ашық сұхбат беріп, жасаған жұмыстарыңды көрсетпейсіңдер? 12-ші, не үшін 7 жылдан бері халықтан ақша жинауды, ашығын айтқанда қайыршылық істеріңді тоқтатпайсыңдар? Жиналған ақшадан мұқтаж жандарға, қаңтаршыларға неге ақшалай көмек немесе заттай көмек бермейсіңдер? 13-ші, Серікжан Бияш, Қалман Қосжігітпен бірге Гүлзираға, халықаралық қайырымдылық қорларының тегін таратқан құрбандық қойының ақшасын қысым көрсетіп тартып алған. Сол құрбандық малдың ақшасы қайда? Неге Гүлзираларға бермеді? 14-ші, Серікжан Бияш Түркияға барғанда халықтың Гүлзира Әуелханға жинап берген $5,000 ақшасын не үшін тартып алған? Және де Ерлан Бекмырзаға ұшақ билеттерін алдыртып, Гүлзираның күйеуі Тұрсынжан Түркияға келгенде ұшақ билетіңді біз алдық деп Гүлзиралардан және де ақшаларын сыпырып алған. 15-ші, Бекзат Мақсұтхан 2019 жылдан бері халықтан кеңсенің жалақысын төлейміз деп ай сайын тұрақты түрде ақша жинап отырған. Бірақ кеңсенің жалақысын Ерлан Бекмырза төлеп отырған. Сонда ол ақшалар қайда? Еш жерде жұмыс істемейтін Бекзат Талғардан қандай ақшаға жер сатып алды? 16-шы, еш жерде жұмыс істемейтін Тілек Ниязбек 2019 жылы бір джип машина сатып алған. 2021 жылы бір КамАЗ сатып алған. Бұл ақшалар қайдан келді? Атажұрт партиясын құрамыз деп жинаған ақшалар осы Тілектің 17-ші, Бекзат Мақсұтхан шетелдік ұйымдардан көмекке деп жіберген ақшаларды басқа мемлекеттерден счет ашып алып отырған. Мысалы 2023 жылы Бишкектен америкалық ұйымның атажұртқа берген $50,000 алған, Грузияға барып, Еуропалық ұйымнан €30,000 алған. Бұл ақшалардың есебі қайда? Басқа атажұрттықтар бұл ақшалар туралы біле ме? Осы сұрақтар туралы Серікжан Бияш, Бекзат Мақсұтхан және Тілек Ниязбектер халыққа жауап беруі керек. Егер бермесе олардың алаяқтығы әшкере болады. Мана Серікжан қалмақныкі поқи. Бұны күш шығарған Зümrət қалмақ. Нұриядікі. Бұл ішкі қалмақ халықны алдырған.
Mala Zımırat Qalmaqning ismini qo'ymabdi buningga. Şonaga yeşil chiroq bo'lib bergan Zımırat Qalmaq va Aş Uyg'ur ayının ismi yetkeştigen Zımırat Qalmaqning qo'li va maslahati va bu qalmoqlarni ashta yo'qotish kerak. Uyg'urning ishiga Uyg'ur bo'lib kirgan qalmoqlarni. Mana qarindoshlar. Qozoq qarindoshlar hamda anglabdi. Mana ovozli radio aytibdi. Moshunda hukumatning qishi kirib boshni deysin. Bizning Uyg'urlarchilikka buncha tazimisa qarindosh moshna bekardan shu og'zimni buzib desam hechimga mushu ayollar qizlar va to'g'ri kelmaydi. Haqiqatan. Nadi sharmanda chiqlaslar va. Turkiyaga davlat o'zi sharmanda, millat sharmanda bo'lib ketdi. Uyg'ur millatini sharmanda qilyapti bu yerda. Bu yerda bir yaxshilik, bunda bir nimalar yo'q. Ashuna bo'lib ketdi. Tozalash kerak bu chiqlaslarni. Deganliklar Xitoy demokratiya kelgan ekan, ala sharmanda. Anani qishib olamsan, men anamni qishib olam deb. Kimga aytsa derdingni. Vay fursat bayken qilib ol, qildan, qimidan Xitoy demokratiya keldi, hamma poq olasan. Vay Turkistonda Xitoy besavaga, anang besalam dava go'y. Siyetayotgan o'z ochiq davasa Trump Şıplas göyle. Şerefsiz göyle.